Келіннің сәлем салуы үлкенге құрмет пе, әлде Аллаға серік қосу ма? Теріс діни ағымдардың жетегіне ілініп адасып жүрген бауырларымыз ұлттық салт дәстүр мен әдет ғұрыптарымызды адасушылыққа апаратын жол деп айыптап жүр. Алла тағаладан басқаға құлшылық жасау бұл ширк, оған ешкімнің таласы жоқ. Бірақ шариғат бойынша бір адамға құрмет көрсету ол ширкке жатпайтын дүние. Сондықтан да біздің дәстүріміздегі келіннің ата-анасына яки үлкендерге сәлем салуы ол ешқандай да құлшылық ниетімен жасалған амалға жатпайды. Оған табынуға яки сәжде жасауға жатпайтын амал, бұл оған көрсетілген құрмет болғандықтан бұл сәлем салу ешқандай да ширкке жатпайды. Келіннің сәлем салуы намаздағы рухук дәрежесіне жетпейді. Сонымен қатар, исламда иіліп құрмет көрсетуге ширк деген тікелей мәтіндер жоқ, және көрнекті ғалымдардың ондай сөздері де болмаған. Келіннің үлкендерге иіліп сәлем салуы бұл жай ғана әдет ғұрып, салт дәстүр. Құранда келген қиссалардан сәжде арқылы немесе адамға иіліп құрмет көрсетудің үкіміне қатысты ғалымдар былай дейді. Адамға алейхиссалам періштелердің жасаған сәждесі бұл құрмет сәждесі болған. Юсуфқа алейхиссалам бауырлардың жасаған сәждесі құрмет немесе сәлем сәждесі болған. Егер кімдеген бұл сәжделер ғибадат сәждесі болды деп айтатын болса, ол діннен шығады. Себебі пайғамбарлардың ұстанымы таухид болған. Пайғамбарлар өзіне құлшылық жасатып қоюы мүмкін емес. Бұл құрмет сәждесі болған. Демек, ұлттық құндылығымыздың бір парасына жататын келіндердің үлкенге жасаған құрметін ширк амалына жатқызу дұрыс емес.